Ассалаумағалейкум қыздар, қалдарыңыз қалай? Қазіргі түсіріп отырған видео көрпемен айналысып жүрген қыздарға, яғни өз бетінше көрпе тігіп жүрген қыздарға немесе қыз жасаумен айналысып жүрген қыздарға арналады. Маған көптеген дәрегіме, мысалға біраз қыздардың сұрақтары мазалайды, сол сұрақтарға жауап бергім келеді. Және де өзімде Инстаграм парақшада мысалға қарап отырамын қыздардың жұмыстарын, кейбір қыздардың қателіктері болады. Соның барлығын сіздерге қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін айтып өткім келеді. Яғни бұл видео сізге пайдалы болады деген үміттемін. Қазір мысалға кең тарап жатқан биылғы жылдың тренді десек те болады, этно оюлармен жасалған көрпешелер. Мысалға ортасына бір ою қойып, сосын кейін құрақтармен бірге араластырып, осындай этно оюлармен қыздарымыз тігіп жатыр. Бірақ именно осы этно оюларға келген кезде зигзагтың функциясын қыздар дұрыс түсінбей жатады. Бұл зигзагтың функциясын негізгі мысалға этно оюлар болғандықтан, енді этно ою болғанда ол кішкентай оюларда, мысалға 16 размерге келетін оюлар, бұлардың енді оюларын тіккен кезде шеттерінің барлығын жіңішке адымдарын жақындап алғанымыз дұрыс. Себебінде мысалға мынандай үлкен оюларға арналған функциямен тігетін болсақ, біздің мына этно оюымыздағы тігісіміз грубый көрініп тұрады. Сол себепті мына жерде сіздерде барлықтарыңызда енді үй жағдайындағы тігін машина бар деп ойлаймын. Сол себепті сіздерге көрсетіп өтейін. Этно оюларға келген кезде мысалға біздің адымы мына жерде 1, 2, 3, 4 деп тұрады ғой. Енді әр адамның тігін машиналарының функциясы әртүрлі, бірақ мен сіздерге қазір осы тігін машинамен көрсетемін. Мысалға 3 деп тұрады. Осы жерде біз адымын жақындату үшін мына жерден 0-ге дейін жылжытуыңызға болады. Енді қатты 0-ге қойсаңыз, ол жерде адымы қатты жақын болып кетеді, сондықтан сәл 1-ге қарай жақындатып қойғаныңыз дұрыс. Көп қыздар мына жердегі функцияны түсінбей жатады. Негізі енді бұл жерде түйме қадайтын кезде арнайы тесікті орындау үшін арналып көрсетілген кітапшаларда. Бірақ зигзагқа келген кезде осы жерді жақындату арқылы біз адымын жақындатуымызға болады. Функцияға келетін болсақ, бұл ара қашықтығы, яғни 1-ден 5-ке дейін, 5 мм-ге дейін бізге зигзагтың ара қашықтығын көрсетеді. Үлкен оюларда мысалға 4 мм, 5 мм қоя береміз, ал кішкентай этно оюларға келген кезде бұны 2,5-3 мм-ге қойғанымыз жақсы. Сол кезде біздің мына этно оюларымыз өте әдемі шығады. Енді тағы да айта кететін жайт, базарда өздеріңізде көрген шығарсыздар, қырғыздың оюлы көрпелері өте көп толып тұр, яғни. Оның айырмашылығы мысалға бізде, мен көбінесе қыздарға үйреткен қыздарыма айтып отырамын, жібіміздің барлығын экономдамай, зигзагты мейлінше жақындатып тіккеніміз жақсы, яғни жиілетіп адымын. Сол уақытта біздің мына адымы жиі болған сайын біздің оюларымыз әдемі болып түседі, және де кейін жуған кезде бұл оюларымыз өзінің формасын жоғалтпайды. Қарап отырсаңыздар, қырғыздың көрпелері мен біздің көрпелерді қолдан жасалған қыздардың көрпелерін салыстырып қарайтын болсаңыздар, олардың адымдары, жиіліктері, әдемі болып тігілгендігінде өте қатты мән беріп қарасаңыздар, айдан анық көрініп тұрады. Енді адымы алшақ болған сайын, енді негізінде жұмысыңыз тез бітеді, бірақ мейлінше клиентті риза қылуымыз керек. Бірінші сапаға көп көңіл бөлуіміз керек. Соны өте қатты ескергендеріңіз жөн. Сосын кейін, осы зигзагпен тігіп алғаннан кейін, міндетті түрде сіздер матаны артынан қойып, пармен, бумен үтіктегендеріңіз жақсы. Себебінде мына жерде тігіліп тұрған тігістің барлығы кішкене жиырылуы мүмкін. Сол себепті, егерде біз мынаны тігіп болғаннан кейін үтіктейтін болса, үтік бумен өз орнына қалпына келтіретін болады. Мата таңдауға көшейік. Мата таңдау қазір осы королевский барқыттың өзі бірнеше түрге бөлінеді. Перде, көрпеге, киімге арналған түрлері. Енді бізге киімге арналған түрін біз той бастардағы корзиналарды жасауға пайдаланамыз, ал көрпеге арналған маталар қазір ол модадан қалып бара жатыр десек те болады. Енді қалып кеткен жоқ, бірақ қалып бара жатыр. Қазір именно мына қыз жасаумен айналысатын кісілердің көпшілігі пердеге арналған ені 2,80 болатын матаны пайдаланады. Себебі ол бізге өте ыңғайлы, оның өзі глянцевый түрі, матовый түрі және ломанный түрі деп бөлінеді. Бізде қазір ең көп тарап жатқан матовый түрі. Бұл матовый түрі беті сәл тықыр келеді. Глянцевый түрі түгі жылтыр, бір жаққа қарай төгіліп тұрады, ал ломанный түрі ол бұзау жалаған сияқты түгі жан-жаққа шашырап тұрады. Ал өзімізді пайдаланып жүргеніміз қазір бұл матовый түрі. Матовый енді королевский барқыттың таңдаған кезде бүйтіп тартып көргендеріңіз жақсы. Кейбір маталар бос келеді, кейбір маталар тығыз келеді.
бір жерден алып жүргеннің өзінде де ол фирмадан келген кезде кейде бос тігіліп қалады, кейбіреуі тығыз тігіледі. Негізі соны өте қатты мән бергендеріңіз жақсы. Себебінде бос матаңыз мына оюларды тіккен кезде, шиғырақтарды құраған кезде сіздерге сәл қиындық тудырады. Ал тығыз болған мата сіздерге жұмысыңызға ләззат сыйлайды. Жасаған жұмыстарыңыз да өте керемет шығады. Енді мен көбінесе осы қыз жасау онлайн курсында да үйретіп жатқаны, мысалға шиғырақтың бірнеше түрлерін үйретемін. Құрақтың 10 шақты түрлерін бар. Мен алғашқы бастамада қыздарға табанына флизелин қойып үйретемін. Ол жерде бірінші қыздардың қолы жаттығу керек. Диагоналды дұрыс шығара білу керек. Сосын кейін барып, қолды жаттықтырғаннан кейін арнайы бөз матаға қойып жұмыс жасаймыз. Инстаграм парақшада мысалға көптеген қыздардың мен комментарияларын оқыдым. Сіз астына флизелин қойдыңыз, еріп кетпейді ме деген сияқты. Бұл қыздардың қолдарын үйрету үшін ол өте қатты көмектеседі. Себебінде мысалға қыздардың жұмыстары тік әдемі шыққан сайын қыздардың желаниялары ашылады. Құраққа деген махаббаттары оянады. Кейін осында бөз матаның да бұның да тығыздығына байланысты біреуі бос болады, біреуі тығыз болады. Ол да арасы бір 50 теңге ойнайды метрі. Бірақ тығызын алып, соны кейін пайдаланасыздар. Ал енді сразу бөз матаға немесе қыбы матаға жасап көрген кезде қыздардың по-любому диагоналдарына кішкене ауытқып жатады. Сол себепті флизелин ол қатты ұстап тұрады. Кейбір қыздарды қарап жатам енді онлайн, офлайн өткізген кездерімде тігі машинаға жіпті дұрыс қоймай жатады. Оны да айтып өтейін. Мысалға, үлкен жіптің өзі мына жерге қойып қояды жоғарыға. Ол негізінде дұрыс емес. Мына жақтан оралып, тартылып жатқан жіп тігі машинаға ауырлық болғаннан кейін тігі машина тез қызады және де жұмысын дұрыс атқармайды. Сол себепті мына тартылып келетін болғандықтан да сіздің мына зигзагыңыз болсын басқа тігістеріңіз ары қарай тартылып жиырылып тігілуі мүмкін. Сол себепті біз мына жерге арт жағына қарай қойып осылай қойып қойғандарыңыз өте ыңғайлы. Сондықтан осы жіптің өзіне де өте қатты мән беріңіздер. Бұның барлығы өзіміздің қыздардан практика ретінде келіп жатқан отчеттарынан байқап жатамын. Болмаса жаңағындай офлайн өткізіп жатқан кездерде байқап жатамын. Соның барлығы сіздерге бір шетінен білгенге маржан дейді ғой. Сондықтан білсеңіздер артық болмас деп ойлаймын. Енді көп қыздарымыз қандай тігі машина алсақ болады деп жазып жатады. Мен промышленный машиналарды ал деп айтпаймын. Қазірге мысалға жаңадан бастап жатқан қыздарға. Жаноменің де мысалға қымбаттарын ал деп айтпаймын. Себебінде бұлардың мысалға қазіргі менің қолымда тұрған бұл 32 функциялы тігі машина. Бірақ бұл жерде біз мына жақтағы тең жарты функцияны біз пайдаланбаймыз. Сондықтан бұл функциясы көбейген сайын, мысалға 15 функциялы тігі машина 45 мың теңге болса, мына машинаның бағасы 90-100 мың сондай болады. Сол себепті мейлінше лучше сіздер 45 мың 50 мың теңгеге 15 функциялы тігі машина алсаңыздар, арғатай 70-80 мың теңгесіне Жаноменің аверлогын алсаңыздар, сіздерге киім тіксеңіздер де, қыз жасауын жасасаңыздар да, перде тіксеңіздер де өте ыңғайлы. Кез келген уақытта жинап қойып қоясыздар, кез келген уақытта алып пайдалана бересіздер. Енді бытовой тігі машинада 4 сағаттан кейін үнемі бір 15 минут, жарты сағаттай үзіліс жасап тігі машинаны демалдырғандарыңыз дұрыс. Себебінде қызған сайын, қызумен жұмыс жасаған кезде адымдары да дұрыс тікпей қалады кейде тігі машина. Сонымен қатар тез күйіп кетуі мүмкін. Осы видеодан кейін менде дайрегіме де, жекеме де қыз жасау курсы жайында сұрайтын қыздарым бар. Сол себепті мен сіздерге қыз жасау онлайн курсы жайында толықтай біраз ақпараттар айтып өтейін. Бізде қыз жасау курсында құрақтың 10 шақты түрлері үйретіледі басында. Мысалға, мен сіздерге сразу көрпешені түгелдей тіктемеймін. Себебінде ол бірінші сіздерге практика болу керек, олды үйрету керексіздер. Мысалға, киім тіккен кезде сіздерге сразу көйлекті тіктірте салмайды ғой. Бұл жерде бірінші жағаны тігіп көрсетеді, одан практика жүргізеді, қалтаны көрсетеді, қалтадан практика жүргізеді деген сияқты. Сіздерде де дәл солай құрақтарыңызды жасап көресіздер, етна оюларыңызды тігіп көресіздер, үлкен оюларыңызды тігесіздер. Сөйтіп ары қарай практикаға өздеріңіздің үлкен көрпешелеріңізді жасап, ары қарай тапсырыс қабылдап берулеріңізге болады. Және де шай көрпеше. Осындай шай көрпешені де тігіп үйренесіздер. Құрақ көрпелерді, оюлы жастықшаны, оюлы көрпешені. Мысалға, кеше ғана сіздерге мен видео дайындап көрсеттім, үлкен оюды. Ол негізінде қайшымен сызып, қайшымен қиып, матаға жабыстырған өте үлкен уақыт алады, және де
дұрыс жабыспай, болмаса дұрыс тігілмей, мысалға кішкентай оюларға қарағанда оның үлкен ою болғандықтан қиындықтары өте көп болады. Сондықтан үлкен оюларға арнайы аппараттармен жұмыс жасауды үйренесіздер. Әрине ол аппараттар аса қатты қымбат емес, бір қайшының бағасында, яғни 4000-5000 теңге. Оның ішінде де мысалы 10 шақты аппараттың түрлері бар. Бізге нақты қайсысы керек, қайсы насадканы пайдалануымыз керек, соның барлығы осы қыз жасау курсында сіздерге үйретілетін болады. Сонымен қатар 3D ою. 3D оюдың да екі түрі бар. Жасалу әдістері, өздеріңізге қайсы ұнайды, соны кейін болашақта пайдаланып жасап үйренесіздер. Сонымен қатар конфетка, валик деген сияқты жастықшаларында түрлерін жасап үйренесіздер. Егер де мысалға қыз жасауында комплектті жасап тапсырыс қабылдайтын болсаңыздар, мысалға сыйлыққа, конфетканы сыйлыққа берсеңіздер болады, немесе жастықтың тысын деген сияқты әр клиентке сыйлық ұсына отырсаңыздар, ол клиент сізге риза болады, сол клиент арқылы сізге басқа клиент алып келеді. Солай сіздің жұмысыңыз ары қарай жүре береді. Сонымен қатар қазір мақта қабу, жаңа көрпенің ішіне мақта салып жатамыз, болмаса синтепон салып жатамыз. Бұл да клиенттің өзінің сұранысы бойынша. Кейбір қыздар бар, мысалға тапсырыс берген кезде бізге мақтадан керек, болмаса синтепоннан керек деп жатады. Соның барлығын клиентпен ақылдаса отырып жұмыс жасайсыздар. Жай замок, құпия замок деген сияқты, мысалға жай замоктарда қайсы, мысалға қай жерде пайдаланғандарымыз дұрыс, құпия замокта қай уақытта пайдаланғанымыз дұрыс, және де оның тігілу әдістері де әртүрлі болып келеді. Оның да барлығын сіздер осы қыз жасау онлайн курсында үйренетін боласыздар. 100% практика, 100% нәтиже. Мысалға менде қазір оқып жатқан қыздарымнан мүлде тігін тігіп көрмеген қыздар бар да. Соның барлығы менде нәтиже көрсетіп жатыр, Аллаға шүкір. Қаншама қыздардан өте күшті пікірлер оқимын. Қазірдің өзінде осы 5 минут бұрын ғана маған бір өте керемет пікір келіп, көзіме жас келді қуаныштан. Әрбір қыздарымның жетістігі мен үшін үлкен бақыт. Сонымен қатар сіздерге арнайы бонус сабақтарым бар. Осы қыз жасау курсында қатысқан кезде сіздерге кеткүлді сумка, сырға салуға арналған шкатулка және де шай көрпешесін қалай тігу керек, соның барлығы сіздерге осы қыз жасау курсына қатысқан қыздарға берілетін болады. Алдында қыздарға айтамын, жеңілдік 50 қызға 7000 теңге деп, менде 50 қыз толып қойды, бірақ осы видеодан кейін де сіздерге 3 күн уақыт бере аламын, әлі де сол 7000 теңгемен қатысуларыңызға болады. Курста мысалға сабаққа 1 жыл доступ болады. Бұл жерде сіздерге барлық сабақтардан, жаңағы өтіп жатқан сабақтан фотоотчет жібер демеймін. 1-2 жұмысыңызды керемет қылып тапсырып, фотоотчеттарыңызды жіберетін болсаңыздар, сіздерге сертификаттарыңызды жібере беретін боламын. Яғни қазіргі кезде бізде көптеген мемлекеттік бағдарламаға да қатысып, қыздарымыз өте жетістіктерге жетіп жатыр, мысалға гранттар ұтып алып жатыр деген сияқты, соның барлығына сіздерге сертификат қажет болады. Сол себепті мысалға 1 жыл болды, 1 жылдан кейін сертификаттарыңды аласыңдар деген сөз жоқ. 1-2 жұмысыңызды пока жасап көрсетсеңіз, ары қарай менімен байланыста бола бересіз, мен сізге сертификатыңызды беретін боламын. Яғни уже менде нақты бұл қыздардың қолына жаңағы фотоотчеттарыңыздан қарап, дұрыс-бұрыстығын тексеріп, дұрыс па деген сияқты қарап айтып отыратын боламын. Бонустық сабақтардан бөлек арнайы сіздерге электронды қазақша оюдың энциклопедия кітапшасы беріледі. Мысалға, мен сіздерге қазір 50 ликаланы парақшамда тегін таратып жатырмын. Сонымен қатар қосымша қыздарға тағы да жаңа 50 ликала сызып дайындап жатырмын. Осы жолы қатысып жатқан қыздарға жаңа сонда сіздерде 100 ликала болады. Сонда сіздерде ары қарай жұмыс жасауға еш нәрсе кедергі болмайды. Мысалға, 1-2 оюмен ғана сіздер отырмайсыздар да, алдыларыңызда 100 ою бар, 100 түрлі идея бар, не істесеңіздер де. Бұл қыз жасауымен айналысқан қыздар бесік жасауына болады. Басқа да жұмыстарды жасай берулеріне болады. Мысалға, кейбір скатерттің түрлері бар, осы әдістермен жасалатын. Соның барлығын сіздер осы сабақтан үйренетін боласыздар. Электрондық энциклопедияда, мысалға, мен оны бүкіл қанша жерлерді іздеп жүріп, соны өзім үшін дайындадым, бірақ оны сіздерге де беріп отырмын. Себебінде ол кез келген кітапханаларда, кез келген жерде сатыла бермейді. Өте көне бұрынғы кітап десем де болады. Сондықтан бұл да сіздердің керектеріңізге жарайды деген ойдамын. 1000 жарымға жуық бізде мысалға өте
оюға өте бай екенбіз негізінде. Сол кітапқа қарап сіздерде өздеріңізге ұнаған оюларды сызып үйренсеңіздер болады менің видео сабақтарым арқылы. Ары қарай кәдімгідей өз үйлеріңізге жасасаңыздар да, мысалы қаншама үйде отырып та тапсырыс қабылдаймын десеңіздер де сіздерге өте үлкен мүмкіндік. Сондықтан егер де тіркелем десеңіздер, қазір мен сіздерге реквизиттің барлығын шығарып, астына постқа да осы жерге де шығарып қойып қоямын. Сол жерге төлем жасағаннан кейін мен сіздерді сабаққа қосатын боламын.